Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін духовкада коктал дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, қызанақ, болгар бұрышы, қара бұрыш, тұз, майонез және ең бастысы сазан балық қажет. Ең алдымен көкөністеріміздің барлығын турап аламыз. Содан соң балығымызды жақсылап тұздап, қара бұрыш себеміз. Одан кейін майонез жағып шығамыз. Содан соң балықтың бетін түгелмен жауып тұратын етіп, пияздарымызды қойып шығамыз. Пияздан кейін болгар бұрышы, ең соңында қызанақтарымызды қоямыз. Көкөністердің үстіне тұз себеміз. Содан соң тағы да майонез жағамыз. градусқа қыздырылған пешке 1 сағатқа саламыз. Осымен кокталымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлжанат. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.